Қазақстандық аралас жекпе-жек майталманы Жалғас Жұмағұлов Fight Nights Global 95 турнирінде жекпе-жегін өткізу үшін Сочиге аттанды. Fight Nights Global тұжырымының чемпионы Жалғас Жұмағұлов 19 қазан күні Сочи қаласында өтетін Fight Night Global турнирінің басты жекпе-жегінде UFC тұжырымында өнер көрсеткен Али Багаудиновке қарсы жұдырықтасады. Ең жеңіл салмақта сынға түсетін отандасымыз чемпиондық белбеуін қорғайтын болады. Кеште 10 жекпе-жек өтеді. Соның ішінде қазақстандық спортшы Еркінбек Інжел ресейлік Давид Бархадурянмен кездессе, Нұрбек Кабрахманов жергілікті спортшы Федор Бабичпен бақ сынасады. Айта кетейік, Жалғас Жұмағұлов соңғы жекпе-жегін 2018 жылдың 31 тамызында Тагир Уламбековке қарсы өткізіп, чемпиондық атаққа қол жеткізген болатын. Одан бөлек отандасымыз Али Багаудиновтың туған бауыры Артур Багаудиновты нокаутпен жеңген еді. Бұл кездесуді қазақстандық жанкүйерлер Астана уақыты бойынша 23:00-де хабар арнасынан тікелей эфирде тамашалайтын болады. Тура осы күні, яғни сенбіде елордамызда М1 Global турнирі өтеді. Бұл спорттық шараны Казспорт телеарнасы назарларыңызға ұсынады. Бұл турнирде Сергей Морозов аса жеңіл салмақта өзінің чемпиондық атағын қорғайды. Қарсыласы Джош Риттенхаузен болмақ. Сергей бір жылдары осы қарсыластан нокаутпен ұтылғаны бар. Бұл жолы әрине мүлде бөлек әңгіме болмақ. Сондай-ақ Асу Алмабаевқа да ұйым чемпионы атануға мүмкіндік ашылды. Асу уақытша чемпиондық белбеу үшін Крис Келадеспен рейджге шығады. Негізі Асудың орнына Арман Ашимов болу керек еді. Алайда Арман жарақатынан айығып үлгермеді. Жігіттерге қызу қолдау көрсетейік. Алға Қазақстан! Бейне материал ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтардан құралақан қалмайсыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.